Абай облысының қоғамдық келісім орталығында этносаралық қақтығыстарды реттеудегі медиативтік тәсіл атты семинар-тренинг аясында этномедиация орталығының ашылу салтанаты өтті. Абай облысының ішкі саясат басқармасының және Сана жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен салтанатты шараға республикалық деңгейдегі этномедиатор Мұхтар Адаев, медиация кеңесінің мүшелері, Абай облысының ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі қатысты. Ашылған этномедиация орталығының мақсаты өңірдің этносаралық қатынастары саласындағы медиацияны дамыту. Этносаралық қақтығыстарды реттеудегі медиативтік тәсіл семинар-тренингі бастау алды. Оқытуға Абай облысының қалалары мен аудандарының әлеуметтік мәселелері бойынша әкім орынбасарлары, ішкі саясат бөлімдерінің басшылары мен қызметкерлері, достық үйлерінің директорлары мен медиаторлар қатысуда. Семинар-тренингті жүргізуші, жаттықтырушы, сарапшы, парасат, медиация және құқық орталығының кәсіби медиаторы Мұхтар Адаев. Ол өзінің маманы, өндірістегі қақтығыстарды және этносаралық қақтығыстарды реттеу кезіндегі медиативтік тәсіл және де тағы басқа оқу бағдарламаларын әзірлеуші авторы. Тренинг ұйымдастырушылары Абай облысының ішкі саясат басқармасы және Сана жастар қоғамдық бірлестігі. Тренинг екі тілде, қазақ және орыс тілдерінде өтуде. Онда этносаралық қақтығыстарды, олардың ерекшеліктерін түсіндіру бойынша қатысушылардың пікірлері жиналып, медиативті кездесу мен әңгімелесу бағыттарын қамту жоспарлануда. Агроскиллс 2024 облыстық байқауы қорытындыланды. Байқау ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы машиналары мен тракторларын жөндеу жөніндегі слесарь, фермерлік шаруашылық және ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану қызметтері бойынша өткізілді. Кәсіби байқауда 6 ауылдық колледжден 26 қатысушы бақ сынады. Олар 4 модуль бойынша 8 жұмыс алаңында кәсіби шеберліктерін көрсетті. Қатысушылардың жұмыстарын 24 сарапшы бағалады. Кәсіби шеберлік конкурсының нәтижесі бойынша 18 жеңімпаз анықталды. 4 алтын, 7 күміс, 7 қола. Жалпы командалық есепте бірінші орында Ақсуат колледжі 2 алтын, 2 күміс медальмен иеленсе, екінші орында Жарма технология колледжі 1 алтын, 2 күміс, 3 қола. Жүлделі үшінші орынмен Бесқарағай колледжі 1 алтын, 1 күміс медальмен марапатталды. Анықтама үшін биыл байқау облыста екінші рет ұйымдастырылды. Іс-шара ауыл шаруашылығы мамандықтарын дәріптеуге, студенттердің дайындық деңгейін бағалауға бағытталған. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов Корж-комбинат көшесі 13-4 мекен жайындағы ресми түрде апатты деп танылған үй тұрғындарына жаңа пәтерлердің кілттерін табыс етті. Ғимараттың физикалық тозуы 70% құрайды. Қыс мезгілінде қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Корж-комбинат көшесі 13-4 мекен жайында болып тұрғындармен кездескен еді. Көшпелі кеңес барысында апатты үйде әлі де тұрғындар тұратыны анықталды. Тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандары жасаған тұрғын үй туралы актілерге сәйкес апатты үйде 8 отбасы тұратыны белгілі болды. Қала әкімі аталған 8 отбасына пәтер кілттерін табыстады. Қаламыздың тағы бір учаскелік полиция пункті күрделі жөндеуден өтеді. Ибраева көшесіндегі жертөледе орналасқан нөмір 12 батыс учаскелік полиция пункті жаңа орынға көшеді. Семей қаласының полиция басшысы Қайрат Әбдіғалиев жаңа учаскелік пунктте болып, мердігермен кездесіп, жөндеу жұмыстарының аяқталуы мен тапсыруға дайындық барысымен танысты. Қала әкімдігінің қолдауымен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі, жиһаздар мен кеңсе жабдықтары жаңартылады. Жаңа учаскелік пунктте қызмет көрсетуге барлық жағдай жасалып, заманауи құрал-жабдықтар, азаматтарды қабылдау бөлмесі, ювеналды полиция кабинеті, сондай-ақ ана мен бала бөлмесі болады. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаевтың тапсырмасына сәйкес су тасқыннан залал тиген Мамырсу ауылдық округінің Бозай елді мекеніндегі автомобиль көпірі уақытша жөнделіп, елді мекен мен аудан орталығының арасындағы қатынас қалпына келтірілді. Көпірді қалпына келтіру жұмыстарына Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы, Гордострой және Сайрам Транс жауапкершілік шектеулі серіктестіктерінің техникалары жұмылдырылып, көпірдің құрылысы аяқталды. Бозай елді мекенінің тұрғындары көпірді қалпына келтіруге атсалысқан азаматтарға өз алғыстарын білдірді. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Сіздермен болған Жасұлан Заманбек, Сымбат Қайратқызы, арнайы Семей таңы YouTube арнасы үшін.